Енді 2-17 өтейік. Стрелочный функциялар. Былайша айтқанда лямбда функция деп айтамыз JavaScriptте. Лямбда функция жалпы тек қана JavaScript емес, басқа да бағдарламалау тілдерінде кездеседі. Pythonда, неде тағы, C#-та соларда кездесетінін білемін анық. Так, кеттік әрі қарай. Синтаксисі қалай? Синтаксисі жариялаймыз. Let немесе const деп айнымалының атын береміз. Тең дейміз де аргументтер жазып шығамыз. Егер ешқандай аргумент керек емес болса, жақшаның өзін ғана қоя саламыз. Сосын тең, сосын мынау көп деген белгіні қоямыз. Осылай стрелкаға ұқсап тұр ғой суреті, осындай стрелка деп айта берейін. Қоямыз, сосын оң жағына expression жазамыз. Expression жазамыз. Және егерде бір қатарға жазылатын болса, оны мынандай фигурный ирек жақшаларға алып керек емес. Егер бір ғана expressionнан тұратын болса. Және осылай жазған кезде сол expressionның мәнін қайтарады. Ретурнды қоймай-ақ. Мысалға, мына жерде мысал тұр екен. Let sum тең жақша ашылған, жақшаның ішіне аргументтер берілген A және B деген параметрлерді қабылдайды. Лямбда белгісі қойылған, және оң жағында A қосу B деген. Мына жерде қарасаңыздар, аналогы көрсетілген. Егерде лямбда емес, қарапайым функцияны құратын болсақ, ол кезде айырмашылығы қандай? Function expression болған кезде function деген жазу керек, және мынандай не жоқ, стрелка жоқ, мына жерде. Мына жерде стрелка жоқ. Сосын ирек жақшаның ішінде return деген бар. Сосын function деп құрған кезде ирек жақша міндетті түрде қойылады. Неше қатар код болса да міндетті түрде қойылады. А лямбда кезінде егер бір қатардан тұратын, бір выражениеден тұратын код болса, ирек жақша қою міндетті түрде емес, және мына жерде return бар деп ойлаймыз. Мына жерде return міндетті түрде қойылады, а мына жерде керек емес. Так. Ал егерде бірнеше қатардан тұратын болса, ол кезде return міндетті түрде қойылады, және ирек жақшада міндетті түрде қойылады. Жақсы, қолмен құрайық. Қолмен құрамыз. Ең бірінші const деп жариялаймыз. Нені жариялаймыз? Атын берейік, жариялайтын нәрсені. Sum дейік, тең, және нені қабылдайды? A мен B-ны қабылдайды. A мен B-ны қабылдайды. Сосын лямбданың белгісін қоямыз. Міндетті түрде осылай, тең және үлкен деп. Мынаумен шатастырып жүрмеңіздер. Осылай қоямыз да A қосу B дейміз. A қосу B. Енді sum деп 3 пен 5-ті берейін. 8 қайтарады. Жақсы. Так. Енді дәл солай const sum тең A мен B дейін. Сосын тең деп ирек жақша ашайын. A қосу B дейін. Енді мен 3 бұрышын кетіппін ғой. Енді sumды шақырайын, тағы да 3 пен 5 пен undefined деді. Неге? Өйткені мен мына жерде ирек жақшалар қойдым. Ирек жақшалар қойған кезде return қойылуы міндетті түрде. Мына жерге return A қосу B деуім керек. Енді тексерем. 8 жұмыс істеп тұр. Жақсы. Осыдан шатаспасаңыздар болды. Басқа айтатындай қызық нәрсе жоқ. Қызық нәрселер бар негізі. Кішкене уақытымыз да бар екен. Айта салай. Бізде const object 1 деген бар болсын. Бір объекті бар болсын. Оның бойында name деген поле бар болсын. Name'ді арман деген мысалға. Сосын, так, қайттан қараймен. Enter'ын басылып кетті. Және функция бар болсын. Қандай функция? Так, say name деген функция бар болсын. Оны бұлай бекітейік. Осылай бекітейік. Return. Жоқ, сразу консолға шығарасасын, console
log this name деп. Осылай қалайық. Так. Енді obj1-дің name'ін қарасақ, Арман деп тұр. Енді obj name'нің say name'ін шақырсақ, консольға Арман деген жазу шығарды. Енді тура осыны немен жасаймыз? Лямбдамен жасаймыз. obj2 тең. Мына жерде name бар. Так, name'ге кім дейміз? Марат кетсін. Сосын say name дейге етіп, мына жерге лямбда функцияны құрайық. Так, console log this name дейік. Жақсы. Енді obj2-ның аты бар ма тексерейік. Name десек Марат шығып тұр. Енді say name деп шақырайық. Ештеңе шыққан жоқ. Айырмашылығы неде? Мына қарапайым function expression мен құрған кезде function деп this деген жұмыс жасап тұрады. This деген жұмыс жасайды. Қай объектінің бойында шақырылып жатса, сол объектінің бойынан іздеп кетеді this деп. Ал лямбдада this деп іздеу үшін конкретно көрсету керек. Мынаның бойынан ізде деп ше. Қысқаша осында бір айырмашылық бар деп айта салайын. Егер this пен ойнап жатқан болсаңыздар, лямбданың ішінде шықпай жатса, не үшін шықпай жатыр деп уайымдап қалмаңыздар. Өзінің ерекшелігі сондай. Оны қалай дұрыс қолдану керек? Кейінгі сабақтарда өтеміз. Bind call apply кезінде. Жақсы. Осымен бітетін шығар сабағымыз. Без фигурных задачи function ask is confused. Жақсы, осымен бітті.